Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қарым-қатынаста құрдымға жіберетін 6 белгіні айтатын боламын. Бұл белгілер тіпті байқалмауы мүмкін, бірақ осы белгілердің соңы ажырасуға алып келеді. Бірінші, эмоционалды баланстың болмауы. Бұл баланс бізде шаршау болады. Энергияңыз бере алмағандықтан ер адамға қызықсыз болып қаласыз. Екінші, бір-біріңізді өзіңізге ыңғайлы етіп өзгерту. Ер адамның сізге деген лайықты емес қарым-қатынасын өзгерту мен оның болмысын өзгерту екі бөлек нәрсе. Осы екі нәрсені дұрыс ажырата білу өте маңызды. Үшінші, сіздің екінші жартыңызды қателігі үшін оған кектену. Бұл катастрофа қарым-қатынас. Себебі ондай адамдардың өмірі бірін жазалаумен өтеді. Төртінші, екінші жартыңызбен ақылдаса алмау. Сіздер қарым-қатынаста жайлы тіпті немесе ақша жайлы ақылдаса алмасаңыздар, автоматты түрде сол нәрселерді бас тартатын боласыздар. Ал негізінде өмірлеріңізде болып жатқан барлық жағдайды аптасына бір рет болсын ортаға салып ақылдасуларыңыз қажет. Бесінші, манипуляция жасау. Мысал, кішкентай ұрыс болса да, мен сенімен ажырасамын, мен сенен кетемін деп айту. Бұл жетілмеген позиция. Ал алтыншы, бір-біріңізге не үшін маңызды екендігіңізді дұрыс жеткізбеу немесе мүлде айта алмау. Көбісі қарым-қатынастағы негативті кездерді естеріне сақтап алады. Ұрысып қалғаны, келіспеушілік, ренжіткені, соларды сақтап қалады. Міне осылар сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.